Қайырлы күн баршаңызға, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен бүгін тәтті түрік тәттісі пахлаваның рецебімен бөлісетін боламын. Отбасыңыздың барлық мүшесіне ұнайтын осы тәтті десертті менімен бірге жасаңыздар. Видео ұнаса арнама тіркеліп қолдай кетіңіздер. Ең алдымызбен бізге електен өткізілген 300 грамм ұнымыз қажет. Үстіне 1 дана жұмыртқамызды салып, кейін 5 грамм тұзымызды саламыз. Үстіне 150 грамм салқын суымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың иі жақсы қануы тиіс. Кейін илеп болған қамырымызды арнайы қалташаға салып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Кейін қамырымызды алып, 2 бөлікке теңдей бөліп аламыз. Дайын болған 2 бөлікті қамырымызды алып, арнайы қалташаға тағы салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Кейін осы 10 минут аралықта грецкий жаңғақты алып, үгіттіп аламыз. Блендермен болмаса, пакетке салып, оқтаумен ессеңіз болады. 2 дана ақуызды салып, 50 грамм қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін дайын болған қамырымыздың бір бөлігін алып, үстіне кукурузный крахмалды себе отырып, жұқа етіп жазатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қамырымыз жұқа болуы қажет. Егер қамырыңыз жыртылып, тесіліп қалатын болса, алаңдамаңыз. Әрі қарай жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Кейін осындай менде форманың астын алып, осындай қамырымызды жайып, дөңгелек етіп кесіп алатын болам. Сіз өзіңіздің формаңызға ыңғайлы етіп кесіп алсаңыз болады. Біздің қамырымыз осындай жұқа, нәзік болуы тиіс. Кейін осындай форманы алып, бірінші қамырымызды саламыз. Кейін үстіне ертілген сары майды жаға отырып, рет-ретімен қамырымызды қоямыз. Алғашқы бірінші қамырды салғаннан кейін сары май жағамыз, үстіне екінші қамырды саламыз. Яғни жаңа қамырдан артық қалған бөлшектерді осылай арасына қосып салып жіберсеңіз болады. Үстіне сары май жағамыз. Кейін тағы да қамырымызды жайып, үстіне сары май жағатын боламыз. Осылай 3 қамырдан кейін үстіне жаңағы салмамызды салатын боламыз. Мен шамамен 2-2,5 қасықтай салдым.
жақсылап шетіне дейін салмамызды жайып шығатын боламыз. Кейін рет-ретімен осылай қамырымызды салып, үстіне сары май жағып, тағы да салманы салып, пахлаваның формасын жинайтын боламыз. Соңғы бетіне келген кезде 2 дана жұмыртқаның сарысын алып, пахлавамыздың бетіне жағатын боламыз. Кейін дайын болған қамырымызды осылай үстінен пышақпен кесіп шығамыз, бірақ толыққанды астына дейін кеспейміз, бетін ғана кесіп шығамыз. Дайын болған пахлавамыздың үстіне осындай жаңғағымызды салып сәндейтін боламыз. Отбасыңыздың барлық мүшелеріне ұнайтын түрік тәттісі пахлава дайын болды. Дәмі енді сөзсіз керемет. бір жасағаннан шығатын осындай пахлаваны жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, қолдай кетіңіздер.